Қазақта ұлдың ойығы, қыздың қиығы жоқ дейтін сөз бар. Бұл сөздің тікелей келін менен күйеу балаға қатысты бар екенін бәріміз білсек, біріміз білмейміз. Қазақта шаңыраққа түскен келін менен күйеу баланы жатсыну, бөлектеу, адам есебіне санамау әлі күнге дейін қалмай келеді. Осы бір жаман әдетті мен көкірегі көр, соқыр надандардың ісі деп айтар едім. Біреудің алақанға салып әлпештеген баласын кемсітуге, оны адам есебіне санамау, оның ойымен, пікірімен санаспауға ешкімнің хақысы жоқ. Келін ол сенің балаңның жан-жары, немереңнің анасы, ұрпағыңды көбейтуші болса, күйеу балаң қызыңның өмірлік қосағы, өрісіңнің егесі, жиеніңнің әкесі, яғни олар да өз балаң екенін ұмытпағаның дұрыс деп айтар едім. Бұрын ауыл, үй арасында не болмаса үлкенді-кішілі той-томалақта ауыл адамдары бас қоса қалса, бір-бірімен қауқыласып, мәре-сәре боп, өткен-кеткенді айтып, әзілдесіп, әңгіме дүкен құрып отырушы еді. Ал қазір ше, жасы бар, кәрісі бар, қолдарында бір телефон, соған шұқшиып, ешкіммен ісі жоқ. Сол жерге телефон қарау үшін келгендей. Ақыл айтар жаста телефонның құлы боп, қазақшылығымызды ұмытып бара жатқан жоқпыз ба ағайын? Қазақта айтады, баланы патшаңдай сыйла, құлыңдай жұмса деп. Бұл дегенің балаңызды бақ, ішіңдер, киіндіріп, мұқтажын алып бер. Оқыт, тоқыт, бірақ тым асыра дегенін жасама. Тәрбиеле, еңбекке баула, бетімен жіберме деген сөз. Баланы саналы болуы ата-ана алдымен өзімізге байланысты. Ерке деп дегенін жасай берсең, ол бара-бара басына шығады. Одан кейін оны тәрбиелеу оңайға түспейді. Сондықтан баланы бесігінен бастап жібере тартып тәрбиелеген дұрыс деп ойлаймын. Қазақта түйенің үлкені көпірден таяқ жейді дейтін бір мәтел бар. Бұл мәтелдің мағынасын білесіз бе? Білмесеңіз ол мынау. Егер сіздің балаңыз не болмаса кіші бауырыңыз тентектік жасап, тура жолдан тайып, ұрлық жасаса, халық сізді кінәлайды. Неге дейсіз ғой? Өйткені сіз артыңыздан ерген бауырыңызға не болмаса балаңызға дұрыс өнеге, тәрбие, тура жол көрсете білмегендігіңізден. Біздің қазақта еркекке сенгенше екі босағаңа сен деген бір мәтел бар. Сіз қалай ойлайсыз? Менің ойым мынау. Еркек түздің адамы. Еркек еңбек етіп, отбасын асыраушы. Еркекті Алла күн қатып, түн қатып, далада жүріп мал табуға, ошақ басты боп отырмауға жаратқан. Олар айлап, жылдап, апталап, үй көрмей отбасы бала-шағасын асырау үшін. Өз әйелдерінен жырақта жүретін болғандықтан айтылған мәтел деп есептеймін. Біздің халық шақырғаннан қалма, шақырмағаннан қаш деп ұрпағына өнеге үйреткен халық қой. Шақырусыз барсаң қадірің болмайды. Ойып алар орның болса да, ескерусіз көптің бірі боп қаласың. Қонаққа барып сыйың болмай, көңілің құлазып, қайтқаннан жаман не бар дейсің. Сондықтан барынша шақырмаған жерге баруға әуестенбеген дұрыс.